Бұқара қаламайды дейсіз. Нені қаламайды? Сіздің басшылығыңызды, Геннадий Васильевич, бірінші хатшы болғаныңызды қаламайды. Неліктен? Мені КПСС орталық комитетінің саяси бюросы тағайындады. Сіз қазақстандық емессіз. Бұл ұлтшылдық, жершілдік. Жоқ. Олардың талабы біздің республикамызда Қазақстаннан шыққан адам басқарса дейді. Ұлтшылдықтың не қатысы бар? Бұл мұқият ойластырылған ұлтшылдық. Біз мұның түбіне міндетті түрде жетеміз. Неге сонша шулысың? Елдің басына неге орыста келіп қойды? Орыстарды жек көресің бе? Қазақстанда бірінші орында қазақ тұру керек. Дұрыс, бірақ өзің ойлашы. Біздерде Украинда, немісте, орыста, Европада бар. Бәрінің басында қазақ тұру керек, қазақ! Сенімен сөйлесу қиын, сен мені естімейсің, өзіңді ғана естіп тұрсың. Жоқ, мына сіз мені тыңдамай тұрсыз. Неге онда Грузияда грузин, Түркменияда түркмен, Өзбекстанда Рашидов, бізде неге Колбин? Ол бұрын біздің жерімізде өмір сүрмеген. Бәріне сорлы халық қазақ па? Әрине жоқ. Республиканың басына қазақ келеді. Сендерге уәде берем. Қашан? Жуырда, енді көп қалған жоқ.